Сәлем қыздар. Магазиннен булочка алып, дәл солай сіздерге де шықпай жатса, онда сіздер дәл менің каналыма дұрыс келдіңіздер. Алдағы уақытта мен бірге жасап шықсаңыздар, дәл магазиндікіндей немесе одан да тәттірек шығатыны сөзсіз. Ең алдымен сүтімізге бір қасық дрожжымызды салып, оның үстіне қантымызды қосып араластырамыз. Сіздер қантты қанша қоссаңыздар өз еркілеріңіз. Біз тәттіні аса қатты жақсы көре бермейміз, сондықтан 2 қасық салдым. Оның үстіне 2 қасық ұнымды салып апара жасайтын боламыз. Апарамыз дайын болды. Енді оның үстіне жұмыртқаның ағын саламыз, сарысын бетіне жағуға қолданамыз. Шым-шым тұзымызды, майымызды сәл ертіп алдым. Оның үстіне бір қасық шиті майымызды қосып, ұнымызды еліктен өткізіп, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз илеп болған соң 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін тағы да мұжып, қайтадан қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып қойсақ болады. Жылы жерге қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2-ге бөлдім. Сіздер дәл осылай жасасаңыздар болады. Мен 2 түрінен жасайтын болғандықтан 2-ге бөлдім. Жарты бөлігін осылай дөңгелектеп шықтым. Дөңгелек шықып дайындап алдым. Жұмыртқамыздың сарысына сүтімізді қосып араластырып қойып қойдым. Дөңгелектеп осылай илеп алдым. Пышақпен осылай кесіп, начинкамызды салып орап, кәдімгі круассан сияқты осылай айландырып шығамыз. Осылай болды. Қалған бөлігін мен осылай істедім. Сіздер де осылай істеп көріңіздер. Өте тәтті болып шығады. Және де сіздер начинкасын әртүрлі қолдансаңыздар болады. Мен әшейін вареный сгущенка қостым. Алма қоссаңыздар да болады, сгущенка қоссаңыздар да болады. Осылай жасап едім, өте тәтті, жұмсақ болып шығады. Түрі де аппетитті ашады. Қыздар, сіздерге бір үндеу жолдағым келеді. Осы каналым ары қарай өрбісін десеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз қажет. Подписка бөліміне қойып, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Дайын болған соң кішкене қойып қойдым. Көтерілгеннен кейін жұмыртқамызды жағып, 200 градуста 20-25 минутта пісіріп алдым. Осындай тәтті болып шығады. Магазиннен сатып алудың қажеті жоқ. Өздеріңізде жасап көрсеңіздер өте тәтті шығады. Сіздермен бірге болған Жаңыл Үсенқызы, тәтті шай. Рахмет.